Bir adam 10 жасар баласын ертіп, егінен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. Балам, ана тағаны алып жүрші. Насың қалған тағаны не қылайын? Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір тала шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем алып жеп, баласына қарамай аяндап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бітегенеден соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты. Балам, ғана тағаны көтерушім бір рет ерінді, ал шиені 10 рет көтеруге ерінбедім. Енді тыңда, аз жұмыстан қашсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат етпесе, бәрінен айырыласың. Түсіндің бе? Түсіндім.